Сәлем бердім көрермен, сіздермен мен Дағжан Ақжолтай. Біз бүгін HTML тақырыбын аяқтаймыз және CSS-ке кіріспе жасап, HTML-дің элементтерінің стилін өзгертетін боламыз. Сонымен біз бүгін өтетін үлкен бір маңызды бір тегтердің бірі ол div, division дегеннен қысқарған. Және бұл div универсал элемент, кез келген жерде қолдануға болады. Сонымен біз мына сайтта тек қана div деп ашып жауып, ішіне ешқандай текст ештеңе салмай көрейік. Не шығады екен? Бұл жерде бізде параграф бар, параграфтың үстінде div. Бірақ div ол пустой, еш бос. Бірақ қарасаңыздар, оның ұзындығы 1264, яғни ол өзінің үстінде тұрған элементті, яғни body'дің бүкіл ұзындығын алады, және биіктігі 0-ге тең. Div-ге енді ішіне бір текст қойсақ болады. Текст деп қояйық та көрейік. Бізде қарапайым параграф сияқты текст шығады. Және оның уже биіктігі бар. Div-тің айырмашылығы, ол P-ға өте ұқсайды, бірақ оның айырмашылығы div-тің ішіне өте көп кез келген элемент сала беруге болады. Div-тің ішіне параграфтың өзін қоюға болады. Параграфтың өзін қоя салайық. Оған h1-ді қоюға болады, оған input-ты да қоюға болады. Тіпті div-тің ішіне div-ті да қоюға болады. Мысалы қараңыздар, былай div жасадым. Көп нәрсе өзгерген жоқ, бірақ барлығы div-тің ішінде кетті. Div қалған ішіндегі заттардың стилін пока өзгертпейді. Біз себебі стиль жазған жоқпыз. Div не үшін керек? Div не үшін керек екенін білу үшін біз мына сайтты қарайық. Бұл сайтта блоктарды қарайық. Блок деген логический тұрғыда сайтты блоктарға бөлуге болады. Мысалы, мына header, үстіңгі жағы, бұл логический тұрғыда бір блок. Мына қазақ тілінде мақалалар деген бұл блок, бұны да бөлсе болады қалғандарынан. Мына неге дейін, Instagram жоғары осыған дейін. Мынау тағы бір блок, міне қараңыздар, подписка на журнал дейді. Ол бір өзі бөлек блок. Ол басқаларға қатты тәуелді емес. Мына бір блок, ол да бөлек. Обсуждаем соцсети деген бұл да бөлек блок, мағыналық тұрғыдан. Мынау да бөлек блок, және ең соңғысы footer, ол да бір бөлек мағынасы бар блок. Сонымен осы блоктың бәрін жасау үшін осы div қолданады. Біздің div жаңа универсал элемент. Егер кодты қарасақ, ол көп жерде қолданылған. Мысалы, біздің подписка на журнал дегенді көрейікші. Бұл немен жасалған екен? Бұл әрине бұл div-пен жасалған, және бір ғана емес, бірнеше div-пен жасалған. Міне, нағыз керек бізге блок, мынау. Және div тек қана блоктарды салуға емес, блоктардың сыртында да ол болады. Мысалы қараңыздар, мына бір inner page деген, бұл үлкен блок. Үлкен блок, қараңыздар, бүкілін алып тұр ол. Және блоктың сыртындағы блок. Блок ішіне қанша блок болса да бөле береміз. Так, көрейік, бізде div мен былай болды. Так. Div-тің ішіне div салып көрейік, қалай өзгереткен. Мына div-ті жазайық та. Көп нәрсе өзгерген жоқ. Бірақ div-тің бір стилсіз div-тің пайдасы, ол bar сияқты, ол келесі тұрған элементті төменге түсіреді. Мысалы, бетек input-тың қасына тағы бір input қойықшы. Мына number болсын. Екі input, ол бір-біріне екеуі, тіпті мына жақта міне қараңыздар,
жаңа жолға түсірсем де HTML кодта ол бір жолда болып қалады бұлар. Бұл инпуттар. Ал енді түсіру үшін әрине BR-ды қолдануға болады. Былай BR-ды қолдансақ, бұл төменге түседі, бірақ біз BR-сыз да істей аламыз, біз div-ті қолдана аламыз. Div-ті қояйық. Сақтаймын және обновить еткен кезде не тура жаңағыдай бар сияқты төменге түсіп қалды. Бірақ кодын қарасақ, ол бір input ол div-тің ішінде, бірінші input, екінші input ол бөлек өзі. Сонымен біз div-тің қасиетін көрдік, ол келесі элементті төменге түсіреді және өзінің үстінде тұрған элементтің бүкіл ұзындығын алады. Яғни div-ті қарасақ, inline. Сонымен div деген div-ті ғана емес, бүкіл элементтердің бәрін екі түрге бөлуге болады. Ол блок элемент және inline элемент деп. Сонымен біздің жаңағы div-іміз ол блок элемент болып саналады, ал input-ымыз ол inline элемент болып саналады. Атайтып тұрғанда inline бір жолдағылар жаңағы input-тар басында ол бір жолда болды. Мен div қосып едім, олар екі жолда болып қалды. Сонымен біз мына жақта тізімді қарайық, қандай элементтер ол блокқа жатады, қайсысы инлайнға жатады. Міне біріншісі блок. Бұл жерде div бар, біздің жаңағына өткен div. Footer'ымыз бар. Footer естеріңізде болса, ол бүкіл ұзындықты алған. Header да сондай болған. Және H1-ден бастап H6-ға дейін. Және параграф та сондай. HR-ды өткенбіз біз. OL мен UL-ді өттік және lead өттік. Осының бәрі table, әрине, table-ды бүгін өтеміз. Осылардың бәрі блок элементке жатады. Ал inline элементке бұл A деген біздің ссылкамыз жатады, input-ымыз жатады әрине. Одан кейін label-ымыз жатады, біз өткендерден. Текстарияны өттік біз, текстария және button-ды өттік біз, image-ді өттік. Осылар inline элементке жатады.